Ассалаумағалейкум баршаға. Бізде қазір Prior автокөлігі. Бұл көліктің проблемасы бізде көліктің иегесі айту бойынша трейд етеді, яғни дұрыс жұмыс істемейді. Особенно вентилятор қосқан уақытта жұмыс істемейді дейді. Тіпті көлік өшіп қалады дейді. Соны анықтаймыз. Бұндай моменттерде негізі диагностика жасаймыз, компьютерный диагностика жасаймыз. Бірақ та компьютерный диагностика бізде ешқандай ошибка қате көрсетпеуі мүмкін. Ол уақытта бізге қиындата түседі. Қиын болады ақауын табу. Сол үшін қазір біз көлікті қазір оталдырып қыздырамыз. Вентиляторын қосқанша күтеміз, болмаса өзімізде қосып аламыз. Не үшін көлік өшіп қалып тұрғанын анықтау мақсатында. Қазір диагностикаға қосылдым. Бізде қарайық мінекей. Қазір көлік оталып тұр. Нет ошибка, ешқандай қате жоқ бізде. Енді мындан қарасақ, бізде қазір температура 92 градус көрсетіп тұр. Содан кейін пропусты қарап көрейік. Пропуск бізде қазір пропуск деген цилиндр істеп тұр ма, істеп тұрған жоқ па деген сондайды білдіреді. Пропуск бізде мында қазір 4 цилиндр 0. Газды басам. Ешқандай пропуск жоқ. Ешқандай қате ошибка жоқ. Бірақ көлік қазір кішкене қызғаннан кейін жаңағыдай кішкене бұрқылдап, дұрыс жұмыс істемейді. Қазір бұл жерде параметрден бізде қазір температура 98,3 болып тұр. Вентилятор бізде бірінші скорость қосылды. Көлік әлі ровно жұмыс істеп тұр. Ешқандай ақау байқалмайды пока. Бірақ әлі де қыздырып осылай көреміз. Әптен қызғаннан кейін барып, жаңағыдай дұрыс істемей бастайды дейді, толып бастайды дейді. Осыны қарайтын боламыз. Қазір температура бізде 95-ке келді. Газ басып тұршы кішкене. Газ нормально, да? Күте тұр. Давай бас. Міне. Газ басқан кезде дұрыс жұмыс істемейді. Жарайды. Аха. Оталды жібер, давай тағы да. Көлік өшіп қалды, газ басқан кезде уже жақында өшіп қалды. Газ басып жібер. Тағы да. Жарайды. Сонымен жігіттер, іздеу барысында бізде анықталған нәрсе, біз қазір бензиннің давлениесін өлшейтін құрал жалғап қойдым. Мінекей, давление бірден өсіп кетті. Қазір 3,5 рабочий, нормально. Енді қарап тұрсақ, жайлап құлап жатыр. Мінекей, құлап жатыр, давление азайып жатыр деген сөз. Түсіп жатыр ғой, да? Мінекей. Әркілдеп жатыр, питание. Әркілдеп бастады. Демек бізде проблема... Газ басып жіберші? Жақсы айт сөндіріп. Өз қалпына келіп алып қайтан. Әлі газ басылған жоқ. Міне, газ басқан кезде алмайды. Жарайды. Енді біз қазір не тексереміз? Енді біз көлікті өшіре салып, сөндір. Енді бензин насосын шешіп көреміз. Қандай жағдайда екен қарап көрейік қазір. Бізде мана қарағанда тоғы питаниесі кеткен жоқ. Бірақ насостың давлениесі құлап тұрды. Сондықтан насостың өзінен де әбден болуы мүмкін. Так, осылай шығарып аламыз қазір. Келер күйіп кетеді көбінесе. Соңында қарап алу керек. Мұнда біздің жағдайда контакты жақсы. Сосын ішкі контактілерде, штекердің контактісінде мыналар тоже күйіп кетеді. Осыған да назар аудару керек. Енді қазір бізде ешқандай күйген, ешқандай не жоқ. Сондықтан қазір насосты шешіп, насосты ауыстыратын боламыз. Поплавка шешу үшін жерде өзінің несі бар. Төмен қарай басып жібереміз. Сосын насостың штекерін, өзінің штекерін
аламыз ана жақта сосын көтеріп шығара қоюға болады осылай. Так, жарайды. Бізде сетка памперс деп айтады ғой халықта енді. Лас. Оны алып тастаймыз. Бірден сразу новый саламыз. Және де бензонасос ауыстырған кезде мынандай қамыт міндетті түрде салу керек. Неге себебі мынау шланг өзі қатты материал ғой. Ауыстыра келе бұл материал жаңағыдай өзінің қаттылығын жоғалтады. Кейбір адамдар мына жерін қыздырады, спичкамен, зажигалкамен қыздырып ағытады. Просто сосын кейін салған кезде бүйтіп сала қояды. Сондықтан ол келесіде жаңағыдай алып салып кеңейіп кетеді. Сол үшін бензин мына жерден де ағу мүмкін. Ондай да жағдайлар бізде болған жалпы. Сол үшін жалпы мынандай қамыт 100 теңге қамыт салып жіберсеңіз әдемі болады. Сонымен жігіттер бензонасос ауыстырдық. Мінекей қолында ескі бензонасос. Көлікті қазір оталдырып қойдық. Температура бізде қазір 95. Мінекей 95. Бізде бензиннің давлениесі 3,5. Нормально 3,5 бар ұстап тұр. Нормально. До конца қыздырамыз қазір. Қараймыз. Манағыдай перебой бола ма, болмай ма. До конца қыздырып, вентилятор қосылғанша дейін. Мінекей осындай бізде ақаулар болды. Диагностикада ошибка көрсетпейді. Бензонасоста проблема болған осылай біз анықтаған болатынбыз. Егер видео ұнап жатса, жігіттер каналға тіркеліп лайк басамыз, таратамыз және де Instagram парақшаға тіркеліп кетеміз. Баршаға рахмет. Қазір оборот басып көреміз, оборот кет. Бас.